Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жүйке жасушалары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жүйке жасушалары қалай пайда болады екенін көретін боламыз. Адам денесінде болатын жүйке жүйесі жүйке ұлпасынан түзіледі екен. Жүйке ұлпаларының негізін жүйке жасушалары құрайды. Жүйке жасушалары нейронның денеден ұзын және қысқа өсінділерден тұрады. Нейронның денесінде цитоплазма мен ядро болады. Ұзын өсіндісі аксон ми мен жұлынның дененің кез келген бөлімімен байланысудың қамтамасыз етеді. Яғни мынау қазіргі көріп тұрғанымыз біріншісі дендриттер. Яғни мынау жасуша денесінен барып дендриттерге барады. Содан кейін ол тарайды. Ал мынау түп жағы ол бізде аксон деп аталады екен. Яғни түп жағы аксон деп аталады. Ал екінші ол жасуша денесі. Яғни жасуша міне ортасы жасуша, дендриттер ол жаңағы тарап тұрған тамырлар. Мен сіздерге түсінікті болу үшін сол көрсетіп жатырмын. Үшінші аксон, яғни бұлай түп жағы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, иә, стрелкамен беріліп тұр. Міне осылай көрсетілді. Яғни жүйке жасушалары деген осы. Яғни бірінші дендриттер, екінші жасуша, үшінші аксон. Міне. Жалпы сіздер дендриттер не екенін білетін шығарсыздар, иә? Жаңағы мен түсінікті болу үшін дендриттерді былай көрсеттім, яғни тамырмен таралуын көрсеттім. Жалпы мына жерде айтып жатырмыз ғой, ұзын өсіндісі аксон ми мен жұлынның дененің кез келген бөлімімен байланысуын қамтамасыз етеді. Яғни ұзын өсіндісі ол былай, яғни аксон ми ол ұзын, иә? Оның тамыр жағы да аксонға жатады. Ал дендриттер олар жаңа тамырлар. Міне оқушылар, бүгін біз сіздермен жүйке жасушаларының жасуша денесі, дендриттер, аксон үшеуі не екенін білдік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар оқушылар.